Ассаламу алейкум, сайылы серджелер, хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова ве бүгін мен сіздерні бойлы хаберлермен таныш етем. Коронавирусқа қаршылық оларақ кондиционерлер ясағы. Ишғал етілген Қырымда гемилер ве авиация парады. Сталиннің портлетлері век қорума васталары олмадан паратлар. Ишғал етілген Қырымда да 9 инсан коронавируснен қасталанды. Буақта сөздер Роспотребнадзорның ишғалжы башы Наталья Пеньковская хабер етті. Сақ районында уч еким қасталанды. Ақмежетте уч Ялтада 2, Виалуштада 1 инсан. Епісі оларақ ярымадада 177 қаста қайдетілді. За истекшие сутки 9 новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Как вы уже сказали, 3 случая – это среди медицинских работников Сакской районной больницы, это 2 медицинских работника реанимационного отделения и 1 доктор – это медицинский работник, который работал как в терапевтическом, так и в инфекционном отделении. Бұл яз девамында Қырым сакинлері кондиционерлеріні қоланмайжақ. Ишғал башлықлары коронавирус қырықлығының девамында оларыны ясақ етежек ола. Бұны Қырымның ишғалжы башы Сергей Аксенов теклиф етті. Оның фікіріне Коре кондиционерлерінің қолануы коронавирусның тарқалмасына ярдым етем. Использование кондиционеров в настоящее время не рекомендуется в связи с тем, что кондиционеры в том числе будут способствовать... Это в принципе надо просто запретить, потому что на фильтрах оседают вот эти болезнетворные все микробы, бактерии и так далее. То есть фильтр особенно если не менялся до этого. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению. Поэтому в данном случае, вот мы говорили об этом, это принципиальная позиция, то есть избежать включения кондиционеров. Туневан Украинада да 504 инсан коронавируснен қасталанғаны қабер етілді. Оларның арасында 44 бала ве 98 тиббиет хадимы. Пандемия башланған сон Украинада 14.195 инсан коронавируснен қасталанды. 2706 инсан тедавиленді ве 361 кіші әлі қолды. Бұндан ғайры Украина сағлық назиры майысының 11-ден башлап карантин режимі илік сефер емшатылажағыны қайдетті. Амма айна заманда ерлі осидари органлары базы карантин тедбірлеріні құветлештіре біле. Держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то в органи місцевого самоврядування місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації. Нами зараз розробляється відповідний алгоритм, відповідні критерії і заходи щодо рекомендацій саме посилення карантину. Я думаю, що днями ми вже зможемо їх надати в тому числі нашим регіонам. Русияде енді 6 күнден берлі 10.000-ден зияде яңы коронавирус хастасы қайдетілі. Ресми малуматқа көре ең чоқ хаста Москва ве Москва вилаетінде қайдетілді. 98 кіші әлі қолды қасталарының умуми сайысы есе 187.000-ден ашты. Дүния сағлық сақлав тешкілятының малуматына көре бұтын дүнияда эпісі олып 3.726.292 кіші коронавируснен хасталанды. 9 майыс арфиясында ишғал етілген ақярда Йосиф Сталинның ресмінен бұл бізім ғалебеміз язысынен баннер қойылды. Сталин или баннерден ғайры ақярның меркези соқақларында инсталляциялар ве қырмызы елдізларнен 9 майыс языларыны қойдылар. Бірлешкен Миллетлер тешкілятында Украина миссиясы Сталин режимі вақтында олған Қырым татар халқының сүргінлігі аққында қатыралар 1944 сенесі режимі бұйы көлчіде темізлевні кершеклі. Уч күн içinde 190.000-ден зияде Қырым татар халқы тренлерінен Асияға сүргін етілді. Пек чоқ адам yolda өлді. Русия ерлі қалққа қылынмаған фырсатыны ешбір вақыт қачырмаз деп қайдетілді.
Ақярның ешғал башлықлары автықы юрышларыны ве девлет ишқанелеріні рерберлікні нахлият үстінде 9 майыс мұнасибеті или байрам кечірілежегіні мечбур етті. Бұндан ғайры карантинге бақмадан Ақярда бір sıra ресми тедбірлер, гемилер ве учақлар нумайышлары кечірежек олалар. Ақяр Корфезінде Қара деңіз флотының арби гемилерінің нумайыш сафыны тешкіл еттілер. Оларының арасында фригатлар, ракета, катерлері ве сувасты гемилер. Бұ ақта ишғалжы канал Вести Крым хабер етмекте. Бұтын бұ тедбірлер 9 майысқа азырлықлар черчевесінде япыла. Көчіріжілеріні ішлетмек үшін балабан гемилеріні буксерлер ярдымынен ерлештірділер. Ярым есе әлі олған деңізжілерінің қатырасына суға чечеклер қойылажақ. Сонра нумайыш гемилері құршынсыз атышлар япажақ ве ең соңында ава нумайышы тешкілетілежек. Русияның Орел шерінде қыдыру құртару қызметінің далғыжылары ветеранларының ресімлерінен өзен түбінден кечті. Акцияны көкте, ерде ве су түбінден сонмес полк деп адландырдылар. Бұндан ғайры ветеранларының ресімлеріні өзен бойынша катерлерінен кечірділер. Арби, ерлар, шуралар бірлігі, байрағы, юруш ве маскасыз адамлар. Бойле тарызда ишғал етілген керечте 95 яшындаки ветеран үшін шахси юруш кечті. Ичтимай ағларда видеоны шер мемуриетінің ишғалжы башы Сергей Бороздин ерлештірді. Видеода коронавирус пандемиясына бақмадан ишғалжылерінің чоқысы маскасыз олғаныны көрмек мүмкін. Родился 28 февраля 1925 года в селении Карабулак Талды-Курганской области, Казахстан. Бүгін майысының 8-інде Украинада хатыра ве барушув күні қайдетілмекте. 1945 сенесі бұл күні Алмания 2-ші жан-жен күнде теслим олғаныны илан етті. Украина юқары радасы бұл күні 2015 сенесі апрелінің 9-ында декоммунизация саясеті черчевесінде белгіледі. Бірлешкен Миллетлер Тешкілятының баш ассамблеясы исе майысының 8-ні хатыра ве барушув күні оларақ да 15 ел евелсі илан етті. Оның тимсалі қырмызы қашқаш олды. Украинада майысының 9-ы султанасыз ве арби нумайышсыз қайд етіле. Бұныңнен бераберлікте улу жан-женкі еріне 2-ші жан-женкі термені қоланылмақта. Ресми малюматқа көре 2-ші жан-женкі 10-ға яқын бин украиналы әлі қолды. Де не було, якщо не будеш помнити, то значить ми напрасно живемо. Це для мене дуже боляче, що вони считати, як відказалися іменно від дня перемоги считати. Ну я дивлюся, все одно квіти не знаю, коли поставили. Ну я завтра іменно в День Побєди, хоч вихідна, але прийду, куплю цвіти і прийду обов'язково. На 9 завжди ставлю цвіти. 2020 сенесінің ilk 3 айы девамында Русия хөветчелері ишғал етілген Қырымда 15 тінтув кечірді. 25 кішіні яқалады, веда 28-ні сорғулады. Бұл ақта Қырым татар ресурс мерkezінің башы Ескендер Бариев хабер етті. Оның малюматына көре 97 инсан тевқif еттілді. Оларының 13-і яңы ве қалғанлары апысте тұтув мұддетінің ұзатылмасы. 15 тінтувден 12-сі Қырым татарларға олған 25 яқаланғанлардан 14-де Қырым татарыдар. Снизилось все-таки количество нарушений в отношении наших граждан, в частности, это обыски, аресты, задержания. Но, исходя из нашего отчета, вы можете сделать четкие выводы, что тенденции продолжаются, что оккупационная власть продолжает репрессии в отношении наших соотечественников. Түневін ишғал етілген Қырымда Рус хеликоптерінің қазайы қонуы нәтижесінде 3 кіші яраланды. Бұны ишғалжы Интерфакс хабер етмекте. Ичтимай ағыларда бір кімсе
helikopterning jankoydagi әрекетлерінен видео ерлештірді. Соңра белі oldu ki planlaştırılған uçuşlardan son Mi-35 uçağı 39-cı helikopter polku meydanına қазайы қонув yapqanı belli oldu. Екі ekipaj azası yaralandı, biri hastahanede elak oldu. Ekipaj planlaştırılған talim uçuşlarını gerçekleştireydi. Yarın mayısının 9-ында Ақяр ve Керич üzerinde ava numayışı çerçevesinde Rus aviatsiyası оларның adına uçup geçmek gerek. İşgal etilген toqıpraklarda yaşagan abituriyentlер içki işler Одесса Devlet Üniversitetine sadeleştirilgen sistema esasında kırıp olacaklar. Üniversitet esasında Donbas Ukrayna ve Kırım Ukrayna tahsil merkezleri meydanға getirilecek. Bunu üniversitetin rektoru Vyacheslav Ambroskin Facebook sayfasında haber etti. Üniversitetimizin esasında boylet tahsil merkezlerinin meydanға getirilmesi Kırım, Donbas ve Lugansk'tan gençlerge içki işler Одесса Devlet Üniversitetine sadeleştirilgen sistema esasında ZNO bermeyip kirmege ve ileride devletimizin kanun organlarında çalışmağa imkan verecek dep kayıt etti o. Bunun men sağlıklaşam Facebook sayfamızga yazılınız, evde kalınız ve bizle olunuz. Görüşmek üzere.